Жылдар бойы жүздеп тоз шыққан қазақ ғылымына билік енді бет бұра бастады. Саланы қаржыландыру 3,5 есе артты. Сандарды сөйлетейік. 5 жыл бұрын бұл бағытқа небәрі 89 миллиард теңге бөлінді. Кейін жыл өткен сайын бұл көрсеткіш ұлғая беріп, сөйтіп ғалымдардың ризығы 219 миллиард теңгеден асты. Қаржы келді, қарқын артты. Тиісінше ақшасы көбейген саланың маманы да ұлғайды. 3 жыл бұрын ғылыммен 22 мың адам айналысса, қазір 27 мыңнан асады. Мезіретке бай, маманы көп. Бірақ бөлінген бюджетті кім бақылайды? Атқамінерлердің айтуынша, әр жоба ұлттық сараптама орталығының қадағалауында. Мекеме әр тиынның тиімді жұмсалуынан бастап, ғылыми жұмыстың сапасына дейін кірпік қақпай қарап отыр. Оған қоса зерттеудің технологияға айналып, өндіріске жетуі де назарға алынады. Қысқасы, енді бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Конкурсты жарияламай тұрып, сол бастапқы стадиядан деп айтамыз, яғни барлығын экспертизаның мәселесі. Яғни шетелдік мына эксперттер қарайды, қазақстандық эксперттер қарайды. Ұлттық ғылыми кеңестердің барлық толық құрамы өзгертілді. Жаңаланған мына құрамы жұмыс жасауда. Сондықтан бұл тарапта мүмкіндігінше осы тәуекелдерді жоюға барынша жұмыс жасап жатырмыз.